сіздер. Өздеріңізге біздің қазіргі таңдағы табыс тауып жатырған керемет площадкамызбен таныстыруды жалғастырайық. Енді өздеріңіз әсіресе жаңадан кіріп келе жатырған партнерлар болса, қазіргі таңда вообще крипто нарық дамып келе жатыр. Инстаграмнан да көріп отқан боларсыздар. Майнинг, блокчейн, блокчейн KZ деген платформалар бізде негізі бұрыннан жұмыс жасап жатыр ғой. Қазіргі таңда рекламаны, жарнаманы жан-жақтан беріп, қазіргі таңда жаңағы бізге обучение ұйымдастырып жатыр. Мысалы, отандастарымызға осындай блокчейн туралы, криптовалюта туралы қысқаша ақпараттар беріп, болашақта біздің банктер арқылы, мысалы, біз қазір обменниктардың қызметіне жүгініп отырсақ, болашақта біз банктер арқылы өзімізге керекті криптовалюталарды сатып алатындай мүмкіндікке қол жеткіземіз. Болашақта жаңағы біздің онлайн площадкалар, Amazon, Alibabалар қазіргі таңда тестированный вариантта жаңағы бізге осы жаңа болашақта осы крипто, эфириум, биткоин, эфириум, тағы да басқа мына BNB ең топ криптовалюталар жатады. Осыларды как платежная система, төлемдік жүйе ретінде дамытайын деп отырғанын, енді ақпараттар өте көп. ютубта ашып қалсаңыздар, не көп, криптовалюта көп. Мен сіздерге көрсетіп отырмын. 18.774 түрі бар криптовалютаның. Биржалар, exchange деген биржалар ғой, бұл 505 түрі бар деген сияқты. Тура осы CoinMarketCap'қа жаңағы шыққан барлық криптовалюталар, барлық монеталар болашақта енді бәрінің негізін қалаушылар бар. Мысалы, биткоинді шығарған адамды білмейміз. Ең басында осы биткоин ғой негізі бізге крипто әлемді алып келген. Осыдан 13 жыл бұрын интернеттегі алғашқы ақша, криптовалюта болып осы шыққан. Қазіргі таңда өздеріңізге тағы да көрсетіп кетейін, 18.774 түрі бар. Бұл CoinMarketCap'қа шыққаны ғана, шықпағаны, шығатыны қаншама. Күн санап егер байқап отырсаңыздар, осы CoinMarketCap'тың өзінде, мысалы, өткенде осы біз презентация өткізген сайын осыған қарап отырамыз ғой. Где-то бір 2 ай бұрын 18.000 монета еді, қазіргі таңда 18.774 деп осылай қосылып кетті. Сондықтан бүкіл әлемнің бәрі осындай крипто әлемге кетіп бара жатырған, бұның басы ғана ғой. Біз білмейтін информация өте көп. Мына ішінде DeFi, NFT, мыналардың барлығын біз біле бермейміз ғой. Оны мойындау керек. Сондықтан дәл қазіргі таңда біздің осындай керемет площадканы шығарған Алекс Рейнхард, біздің өзіміздің жаңағы 2016-тан бастап өзінің монетасын шығарған, 2016-тан бастап өзінің монетасын шығарған. Бірінші монетасы жаңағы PLC деген монета болған. Әлі де бар ол монета, бірақ енді барлық жаңағы монетаны жаңағы қалай деп айтсам екен, енді барлық криптаны шығарған адамдардың барлығы енді неше түрлі қателіктерге бой алдырып отыр ғой. Қателіктерге бой алдыру деген, мысалы, мен өзім қанша монетаны сатып алдым да, мысалы, бір монета есімде, осыдан бір жыл бұрын $700 сатып алғам. Дәл қазіргі таңда 700 теңге тұрады деп айтсам болады. Сол сияқты, мысалы, осындай монета десе, мысалы, осындай монетадан әсіресе ұрынған адамдар, ой, оны қазір аласын, монета деген биржаға шығады, құлайды деп жауап бере салады да, қысқа нұсқа. Ал біздің монетамыз биржаға шықты, бірақ ол құлаған жоқ, ол тоқтамай өсіп жатыр. Бірінші кезде монета бар жоғы 20.000 монета шықты осы CoinBit деген биржаға. Қазіргі таңда мен сіздерге көрсетіп отырмын, монетамыздың курсы 90 болып қалды. Қараңыздар. Біз әбден үйреніп қалғанбыз ғой, монета шығады, өсе береді. Бүгін бір партнер жазып, что-то монета өспей қалды деп та. Мен айтамын, қай жағына өсе береді? Енді өсетін шегіне жетті ғой, ары қарай тағы да өсер, біз сияқты адамдар сәл ілігіп алсын деймін да. Сол сияқты біздің монетамыз осылай бір 2 апта осындай боковое движение деп айтамыз, флэт движениесінде тұрады да, кейін бірден өсіп бастайды. Не үшін өседі біздің монетамыз? Біріншіден, саны шектеулі, 20.000 монета. Платформа 2016-тан бастап, жаңағы Швейцария нарығынан бастап өзінің бастауын алған неміс азаматы Алекс Рейнхард қазіргі таңда өзінің қызметін токенизациялау арқылы өзінің монетасын бізге ұсынып, PLC монетасын, сол PLC монетаның құнын көтеру мақсатында
PLCU деген монетаны шығарып, керемет стратегиялық жоспар құрып, мысалы барлық монеталар биткоинға қарап өссе, біздің монетамыз мүлдем биткоинға түк қатысы жоқ. Өз алдына өзінің сообществосы, плюс еще компанияның негізін қалаушы тек қана жаңағы мысалы барлық криптовалюталар, өздеріңіз егер крипто туралы информация білетін болсаңыздар, тек қана кошелекқа салып қоямыз, оның курсынан ғана біз ақшамызды еселеп аламыз да. Біздің платформаның негізін қалаушы, біздің ақшамызды еселегеніміз былай тұрсын. Мысалы, анау биржадан, Coinsbit биржадан сатып алғанымыз былай тұрсын, бізге ол ары қарай жаңағы ферма беру арқылы қазіргі таңда біздің ақшамызды көбейтетін мүмкіндікті ұсынып отыр. Мен қазір сіздерге соны көрсетейін деп отырмын. Мысалы, банкке барып ақша салатын болсақ та, мысалы мен бірінші мәрте жилстройға барып ақша салатын кезде, қанша счет ашасыз, сонша счетқа бөлек-бөлек ақша саласыз деп айтқан. Мен есімде 3 счет ашқанымда, әрқайсысына 11.000 теңгеден төлеп шыққам. Сонда өзім сол қазіргі таңда ақшасын көбейткісі келетін әрбір адам, әрбір отандасымызға алдында үлкен мүмкіндік. Біріншіден, біздің банктер ақшаны бізге теңгемен еселеп беретін болса, енді жылына 10-12% береді ғой банктер, ал енді біздің платформа теңгемен емес, как раз монетада айына табыс беріп отырады. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, компанияның лицензиясы или цифровой сертификатының 9 түрі бар. Біз тек қана монетаны алып кошелекқа салып отыра бермейміз. Монетаны аламыз да, компанияның фермасына салу арқылы осылай жаңағы ферманың құны, бағасы монета сыйымдылығына байланысты. Мысалы, 110 евролық ферма қазіргі таңда 0,005. Ал енді 550 евролық ферма 0,0025. Енді сіз одан жоғары пакет алғыңыз келсе, 1100 евролық фермадан бастап, жоғары қарай барлығына сыйлыққа компанияның ең басты продуктісі, жаңа картасы беріледі. Басты продукт деп неге айтып жатырмын? Себебі бұны шығарған английский банк біздің компанияға осындай карта шығармас бұрын, біздің компанияның жұмысын жан-жақты тексеріп, заң аясында жұмыс жасап жатыр ма деген сұраққа жауап алғаннан кейін барып қана жаңа компанияға осындай карта шығара алады. Компанияның картасы болғанның өзі компанияның шын мәнінде жаңағы заң аясында жұмыс жасап жатырған компания екенінің бір айғағы. Егер араларыңызда әлде болса күдіктеніп, қорқып, ойланып, бекерге ақшасының бетіне қарап, оның құнсыздануына өзі үлес қосып отырған адамдар болса, әлде де кеш емес, сіздердің алдарыңызда жаңа нарықты құрап келе жатырған болашақ алпауыт компания алдарыңызда тұр. Алпауыт деген не ол? Мысалы, қазіргі таңда Facebook алпауыттарға жатады, WhatsApp'ты да, Instagram'ның да барлық акцияларын өзіне алып алып, қазіргі таңда ол акциясы былай тұрсын, өзінің мета деген несін шығарайын деп жатыр. Енді өзінің метавселенныйын құрып жатыр деген сөз. Сондықтан ВК-ға да қараңыздар, әсіресе мобильный приложение. Мысалы, ВК-ның да өзінің монетасы болады. Вообще, Pay деген платежный системалар бар, айтайын деген. Олар да кейін осы бағытты алып шығады, қай жаңа площадкалар болсынша. Сондықтан қазіргі таңда осындай бағытты, болашақтың барлығы осы бағытта болғанын сезген жаңағы адамдар, әсіресе Алекс Рейнхард өзінің жаңа осы PLC Ultima монетасын шығарып, Coinsbit биржасында кәдімгідей нарықтың алдына түсіп кетті деп айтуға болады. Бұндай монетаның бұлай, мысалы, мынау мен сіздерге элементарный биткоинмен салыстырмалы түрде көрсетейін. Уақытында биткоиннің несі, мен де биткоиннің жанашыры болғанмын да. Себебі мен көз алдымда биткоин $1798 $20,000 дейін өседі да, 2017-нің аяғында, 2018-ден бастап құлдырап құлайды ол. И адамдардың миында бұның лохотрон пирамида деген қалыптасып кетті да, именно биткоинға қатысты, вообще криптоға қатысты. Ал бұл болашақтың ақшасы екен. Сол кезде мен жаңадан көрген кезімде адамдар айтып жүретін, болашақта бір биткоинға машина аламыз депші. Қазір шын мәнінде биткоин ең алғашқы криптовалюта, плюс еще биткоинді алған, тағы да басқа криптоларды алған, жаңағы өзінің жасына қарамастан кішкентай
кішкентай баланың өзі байып кететін жағдайға жетті. Мысалы өткенде ғана біреуді айтып отыр еді, жаңа туылған кезде әкесі баласына кошелекқа салып қойған екен дейді биткоинді ше. 4 жылдың ішінде уже бала миллиардер, себебі биткоиннің курсы өскен есебінен. Ал енді біздің платформаны таңдайтын болсаңыздар, сіздің мысалы жаңадан сәби дүниеге келді деп елестетіңіздер, ең азы жаңағы 110 евролық ферманы алып, өзіңіздің балаңызға кәдімгідей телефонына салып қойсаңыз, 110 евролық ферманы, айына жаңағы монета осылай түсіп отырады, 0,02-27 болып ше. Смарт контракт бізге 1 жылға ашылады, смарт контракт бойынша монета да осылай түсіп отырады. Сіз де өзіңіздің балаңызды 18 жасқа келем дегенше миллиардер қыласыз, себебі продукт жаңа нарықты құрап келе жатырған. Өз алдына өзінің нарығы бар. Қазіргі таңда 120 мемлекетте жұмыс жасап жатырған. Өзінің главный банковский продукт картасы бар. Плюс еще өзінің онлайн площадкасын құрып келе жатырған. Енді онлайн площадка деген, мен қазір телефоннан көрсете салайыншы қосымша. Онлайн площадка деген вообще бізде мысалы OLX, тағы да қандай бар. Бізде вообще элементарный Каспийді алайықшы, Каспийді. Мысалы Михаил Ламтадзе. Негізі Каспийдің үстінде отырғандар Михаил Ламтадзе емес дейді. Мен енді өзім ондай подробность білмеймін. Мен просто сіздерге айтайын деген ойым. Мысалы уақытында ешқандай банк кредит бермейді, бірақ Каспий беретін. Өзім енді кредит алғыш болғам, сондықтан бәрін адақтап, аралап, кім береді, кім бермейді деп қатты мән берген адамын да, сондықтан мен сіздерге айта аламын. Каспий бәріне жаппай кредит берді. Олардан бірінші кредит анандай карточный кредиттер болды ғой. Жаңағы карточный кредит деген, например, сіз картаға ақша түскен кезде бірінші мәртебе оны білместікпен алып алдық қой, конечно. Оны полностью сол жаңағы сумманы құймасаң, оказывается, ол жердегі ақшаң, жаңағы адамның ақшасы кете беретін бір косячный кредит болды ғой, соған кіріп, жаңағы сондай жаппай адамдарға беріп, енді олардың керемет стратегиясы болды ғой, енді потребительский кредит та берді, машина да берді, егер шатаспасам. Сонда ол бізге керекті продуктыны берді да оларша. Халыққа не керек болды? Ақша керек болды, кредит ретінде бере берді. Сөйтті де бәрімізді өзінің онлайн площадкасының мүшесі қылып. Тура сол сияқты қазіргі таңда Алекс Рейнхард. Енді өздеріңіз білесіздер, монетада жаңағы адамдар егер монетаның құны өспесе, жаңағы түсіп кетсе, биржаға шығып, адамдар ақшасын жоғалтады. Ол стратегияны қарады. Плюс еще вообще негізі адамдар не үшін лохотронға жүгіреді? Себебі ол жерде процент көп береді. Мысалы 1000 теңге салда 10 000 теңге ал дегеннің нешеуіне кіріп, енді кірмеген тесік қалмады ғой, оны мойындау керек. Сондықтан соның бәрін изучать етіп, ол тек қана жаңағы қарапайым халық ақша жоқтан сондай платформаға баратын сезіп, біздіңкіде дәл қазір негізінде касса взаимопомощи ғой біздіңкіде. Бірақ біздің кассамыз именно монетизацияланып кеткен да. Мысалы биржада, элементарный биржаға барамыз. Мысалы биржадан біз бір-бірімізді танымаймыз ғой, барамыз да біреу сатып атады, біреу алып жатады. 120 мемлекеттің біз сияқты адамдарының арасындағы жүріп жатырған мынау біздің ақшаларымыз. Компания тек қана бізге лицензиялары бар ғой, 110 евролық лицензия мен 550 евролық лицензияны әркім шамасына қарай бәрімізге бірдей сайтпен қойып қойды. Біз барамыз да сол лицензияны аламыз да, ол лицензия бізге қандай мүмкіндік береді? Ол біздің өзіміздің мобильный приложениені пайдалануға мүмкіндік береді. Монета сыйымдылығын пайдалануға. Монетаны біз қайдан аламыз? Біз биржадан аламыз, Coinbit биржадан. Сонда қараңыз, біз биржадан монета аламыз, оны Ultima Farmға заморозкеге қоямыз. Ол заморозка бізге 1 жылға тұрады, айына смарт контракт бойынша шығып тұрады. Бұл жерде бізге ешкім жаңағы диктовать ете алмайды. Себебі блокчейндағы келісім шартты орындалуы тиіс. Смарт контракт деген өз блокчейндағы келісім шарт. Ары қарай автомат түрде ол біздің кошелекқа түсіп отырады. Кошелектағы ақшамызды өзіміз Coinbase-ға шығарып, цифровой долларға шығарып. Мысалы, цифровой долларға дегеніміз қағаз ақша, фиатный ақша бар ғой, қағаз ақша, қағаз доллар. Сол бір цифровой доллар, бір қағаз долларға тең. Енді қараңыздар, осындай жаңағы мүмкіндікті бізге ұсынып, плюс еще өзінің болашақтағы онлайн площадкасының пользовательдерін, тұтынушыларын жинақтап алу мақсатында халыққа не керек? Ақша керек па?
значит соған дұрыс стратегия қойып, нарыққа монетаны шығарып қазіргі таңда ақшасын көбейткісі келетін, осы жаңа саланың меңгергісі келетін, өзінің миын дамытуға дайын, ерінбейтін, жалықпайтын, жаңағы өзіңіздің табысыңызға, қалай деп айтсам екен, өзіңіздің табысыңызға дәл қазіргі жүрген жүрісіңіз өзіңізге ұнамайтын, өзіңізге вызов лақтырасыз ғой енді. Мен қашанғы, енді біз жетісіп жүрген шамалы ғой негізі. Қашанғы мен үстіп кредит төлеп жүре беремін. Мысалы, мен өзім солай келген адаммын да. Қашанғы осындай неден жүре береміз ба, шығайық та, әрекет жасайық та деп іздеп жүріп, бұндан басқа площадкаларда болды менде. Бірақ ешқандай площадкадан мен бұндай табыс таппаппын. Біріншіден, компанияның стратегиялық жоспары, продуктыны шығарғаны, 3 жылдық продукт, жаңа мен сіздерге айтып отырған ферманы 3 жыл бойында жаңа сатып алып, 3 жыл бойында монетаны жаңа заморозкіге қойып, мысалы мына монетаны заморозкіге қою арқылы айына осылай табыс тауып отыратын мүмкіндіктеріңіз бар. Уақытында осы 0,02 монетаны 5000 курспен біз жаңағы 110 евролық ферма ғой, мынау қазір мен сіздерге көрсетіп жатырған 5000 курспен алып алғанбыз. Мынау монетаны біз алған кезде 50.000 теңгеге алғанбыз. Қазіргі таңда бұл $1000 үстінен асып жығылады. Мысалы, бұйырса, ертең бұйырса, менде мына 11 апрель күнгі жаңағы монетам шығып деп тұр. Қараңыздаршы. Бұл монета шыққан кезде сразу кошелекқа түседі бізге. Кошелектен сіз өзіңіздің биржаңызға шығара аласыз. Мысалы, мына біздің енді смарт контрактымыз ғой, енді смарт контрактта жаңағы өзі бірінші кошелекті привязка жасаған кезде міндетті түрде өзіміздің жаңағы главный кошелегімізбен, өзіміздің кошелегімізбен привязка жасап қоямыз да, ол автомат түрде біз ешқандай кнопканы баспаймыз да, бірақ біздің балансымызға келіп түседі. Баланста сразу бізде қазір биржадағы монетаның құны көрсетіліп тұрады да, ертең бұйырса маған 0,0115 монета түскен кезде сразу мына жердегі монетам долларға шаққан кезде қалай болатыны көрініп тұрады. Тура сол сияқты әрбір араларыңызда өзінің ақшасын көбейткісі келетін, бірақ миы дайын адам болса, біздің командаға қосылыңыздар. Енді бұрын соңды бұндай платформада табыс таппаған адамның миында бірінші не тұрады? Үлкен процент беріп жатса, мен өзім де сондай қабылдаған информацияны ода тұрған ештеңе жоқ. Адамның миында бірінші кезекте шын мәнінде лохотромия пирамида тұрады. Сондықтан, бірақ сіз жаңағы сіз жаңағы өзіңіздің осындай мүмкіндіктерді жаңағы выйти из конференции, қазір 1 минут. Осындай мүмкіндіктерді көріп, түсініп, жан-жақтағы мысалы адамдар осындай мүмкіндіктер арқылы табыс тауып жатырғанын білгеннен кейін, мысалы мен өз басым осындай интернет арқылы осындай площадкаларды көріп отырып, осыны қашан жаңа қалай болады екен деп көп нәрсені іздедік қой, оны шыны керек. Қазіргі таңда салыстырмалы түрде айта аламын. Бұл жерде ең басты компанияның фишкасы жаңағы бұл жердегі ферманы алдық, монетаны салдық. Біздің ең жаман көретініміз, біз адам шақырғанда ұнатпаймыз ғой. Өзіміз ғана тыныш ғана алып отыра берсек қой ақшаны деп армандаймыз, біздің как раз сонымызды біліп, Алекс Рейнхард как раз ешкімді шақырмасақ та бізге керемет площадка арқылы үлкен жаңағы айына, қазіргі таңда жылына, мысалы ертең осы апрельден бастап монетада өздеріне жаңағы монетасын салған адамдарға жаңағы 670% монета табыс беріп жатыр. Мен сіздерге мына жерде көрсетейін деп жатырғаным, ертеңгі түсетін маған түсіп жатырған монетаны қараңыздаршы, 0,0115 монета $1035. Егер курс мынандай болса, егер өткендегідей 130 болып өсіп кетсе, өткенде 130, даже 200 болып кетті, мен 200 болып кеткенде қандай болады екен? 2295 болып кетеді екен. Болашақта бұның барлығы болады. Болашақ дегеніміз бүгіннен басталады. Ешқашан ұмытпаңыздар, біз платформаға біріншіден ақшамызды сала отырып, ақшамызды құнсызданудан сақтаймыз. Екінші кезекте айына монетада смарт контракт бойынша табыс алып отырамыз. Бұл жерде ең басты міндетіміз өзіміз жаңа технологияның мүмкіндігін пайдалану. Ал енді сіз өзіңіз ақша алып жатырғаннан кейін, осындай біз сияқты жан-жағында жаңағы тапқаны майлығы шайлығына жетпей жатырған адамдар басып
жығылады ғой, көп қой дүниемізде. Сондай адамдарға осындай мүмкіндік біз одан да еселеп табысымызды еселеп алатын мүмкіндігіміз бар. Сондықтан қазіргі таңда мен сіздерге көрсетейін деген мынау монетамыз біздің бар жоғы 20 мың монета. Қазіргі таңда әр ай сайын монетаның нарыққа шығарылымы азайып келе жатыр. Мысалы біз 720 алсақ, январь айында кірген партнерлар 715, февральда кірген партнерлар 705, мартта кіргендер 690, апрельде кіріп жатырғандар 670, майда кіретіндер одан төмен, осылай жылдан жылға дефицит факторы минтинга деп аталады. Монетаның нарыққа шығарылымы әр ай сайын осылай түсіп келе береді. Плюс еще адаптация макс загрузки к рыночной цене по LCU деген, например, монетаның құны өсіп кетсе, фермаға монета сыйымдылығы азаяды деген сөз. Мына мысалы қазіргі таңда біздің монетамыз біз алған кезде $5000 болды ғой, біз алған кезде. Сонда бізге мынандай фермаға монета сыйымдылығы көбейіп алды. Мысалы кішкентай ферманы елестетіңіздер, монета осынша сыйды. Ал енді монетаның курсы одан да қатты, мысалы 5000-нен өсіп 90 болып кетті ғой. Ал енді монетаның сыйымдылығы үстіп азайып кете береді дегенді білдіреді. Енді сіздердің көз алдарыңызда мен дәл қазір 15 апрельден бастап бұйырса, біздің монета сыйымдылығымыз азайып келе жатыр. Ол енді басталып келе жатырған жоқ. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой. Өзі осындай стратегиямен шығарып отыр бұны монетаның сыйымдылығын. Сондықтан дәл қазіргі таңда біздің алған фермаларымыз программасы, ішіндегі программасы 20 мың евроға есептеп тұр да монетаны. Сондықтан біздің фермамызға 110 евролық фермаға 0,005 монета сыйып тұр. Ертеңнен бастап, 15 апрельден бастап, енді 15-і включительный болатын шығар деп ойлап тұрмын, 16-сынан бастап бізде ферма уже монетаны 40 мың евродан есептейді. Мына ферманың ішіндегі жаңағы есеп 40 мың евродан есептелінеді да, монета сыйымдылығы 0,0025 болып төмендейді. Ал бізге ферма табысты монетада береді. Сондықтан қазірден бастап өздеріңізге дұрыс жаңа шешім қабылдап, ақшаларыңызды көбейту ниеттеріңізде болса, жан-жақтарыңыздағы өсекті тыңдамаңыздар. Өсек айтқан адам сіздің қалтаңызға ақша бермейді. Мысалы, кешеден бері бір партнерға түсіндіріп айтып жатырмыз, ол барып, анау біздің Қазақстанда майнинговый фермалар жауып жатыр екен деген өсекті бізге жинап алып жіберіп жатыр да. Именно соның бізге түк те қатысы жоқ. Ол деген кәдімгі ақпараттық соғыс қой, ол ақпараттық соғыс. Қарапайым халыққа бұндай мүмкіндікті қай жерден көрдіңіздер? Міне осы жерден халыққа ақша табыңдар деп айтқан телевизордан бір жаңалық көрдіңіздер ма? Өңшең сондай жаңағы осындай жаңа жақсы бір платформа көбейіп кетсе, біздің телевизор сразу баяғы лақа тұрғындардың тізімін алып алады да, бұрынғы передачаны қайтадан қойып қояды, чтоб адамдардың миын улау үшін да. Сондықтан біз телевизорды емес, өзіміздің бюджетімізге қарау керек қой. Ол айтқан адам айтып отырып ақша тауып кетіп жатыр. Олардың маркетинговый ходтары. Енді сіздер неге ақша сіздерге керек? Неге сіз біреудің сондай маркетингін тыңдайсыздар? Наоборот, ондай кезде не дейді анау бар ғой, молданың жасағанын жасамайды ма, қалай еді, айтқанын тыңдамайды ма, қандай еді? Айтайын дегенім, олар былай айтқанымен өздері жасамайды. Сондықтан миды қосамыз іске, антивирусный программаны алып тастаймыз, оның бәрі вирус, операционный системаларды перезагрузка жасаймыз. Оның барлығы миды дамытамыз деген сөз. Реально миды дамыту арқылы қазіргі таңда ақша тауып жатырмыз. Сағат 2 минут уақыт қапты. Мен негізі презентация емес, не өткізсем ба деген технический. Осы жерден осыны тоқтатайық та, ары қарай мен нені жаңағы технический бүгінше